9 адам жабылып, полицейлер тұрып соқты. Әлеуметтік желіде тараған видеоның Жамбыл облысы Шу қаласында түсірілген анықталды. Шаһардың автовокзалында бұзақылар тәртіп сақшыларын соққыға жыққан. Оның екеуі қыз бала керек десеңіз. Таспада тапаншадан оқ атылғаны да байқалады. Патрульдік полиция қызметкерлері нөмірсіз жүрген ВАЗ көлігін тоқтатыпты. Тәртіп сақшылары мән-жайды анықтап жатқан сәтте жүргізуші мен жолаушылар заңды талаптарын бұзғанымен қоймай, оларға қарсы күш қолданған. Қазіргі таңда бұл оқиғаға қатысты бірнеше адам ұсталып, сотқа дейінгі тергеу басталды. Бұл оқиғаға белсенді қатысқан 8 адам ұсталды. Оның 6-сына күзетпен ұстау шарасы қолданылды, ал қыздар үй қамаққа алынды. Осы іске қатысты бар тағы бір азаматқа іздеу жарияланды. Қазіргі таңда полицейлерге қаншалықты дене жарақаты келтірілгенін анықтау үшін сот медициналық сараптама тағайындалды.